Müslüman adam kekшіл болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде келеді, мұсылман адамға дейді, мұсылманға өз мұсылман бауырына 3 күннен артық ренжуіне рұқсат жоқ дейді. Ла яхил деп келеді. Дұрыс емес, адал болмайды дейді. Мұсылманға 3 күннен артық ренжісуге болмайды екен да. Хадисте келеді. Bir-birіңізді жаман көрмеңіздер дейді. Және bir-біріңізді жаман көрмеңіздер. Bir-біріңізден теріс айланып кетпеңіздер дейді. Bir-біріңізді көремаушылық жасамаңыздар бір-біріңізге дейді. О Алланың құлдары, шынайы бауыр болыңыздар дейді. Қараңыздар. Шынайы бауыр болыңыздар. Сол үшін мұсылман адам не қылу керек екен? Шынайы бауыр болу керек. Ешқашанда бір-біріне 3 күннен артық не ренжісуіне, көңілін қалдыруына болмайды екен, құрметті ағайын. Мынау Абу Бәкір, Алла разы болсын, Мистах деген өзінің туысы болады, жағдай өте нашар болады. Сол Мистахқа жәрдемдесетін болады. Ақшалай көмектесетін болады. Қандай көмек болса, көмегін аямайтын болады ғой. Күндердің бір күні Айша анамызға не қылды? Жала жабылады. Жала жабылған уақытта осы Мистах сол жабылған жаланың жаңағыда тасушысы Мистах болады да. Бұл айтқан уақытта сөз таситындардың бірі болады сол Мистах. Бұны Абу Бәкір, Алла разы болсын, естіген уақытта Абу Бәкір не қылды? Қатты ренжіді да. Мен енді Мистахқа ешқандай көмек бермеймін. Аллаға ант етіңдер, не қылды? Ант етті. Сол кезде мана аят түсті. Сендерден кеңшілік, молшылыққа ие болғандар. Бұл дәулетті байларды айтып жатыр да. Жақындарынан, туыстарынан деп жатыр. Кедей, мұқтаждарға Алла жолында бермеуге ант етпесін. Бұл деген нәрсе, оларға мен жәрдем бермеймін. Олардың қателігі ғой енді. Аят кімге түсіп жатыр? Абу Бәкірге түсіп жатыр. Ол туысқанына, жаңа қызының атынан жаман сөздер айтқандығы үшін не қылып жатыр? Аллаға ант етейін, мен бермеймін деп жатыр ғой. Соған айтып жатыр. Молшылық берілгендер, байлық, дүние берілгендер, туысқандарынан болған кедей міскіндерге жақсылық жасамаймын деп ант етпесін деп жатыр. Көңіліне алмасын дейді. Оны кешірсін деп жатыр. Істеген іс-әрекеттерін көңіліне алмасын дейді. Алланы сендерді жарылқауын жақсы көрмейсіңдер ме дейді. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді дейді. Осы аят түскен уақытта Абу Бәкір айтты да, әрине мен Алланы мені кешіруін жақсы көремін деді. Мен бұдан былай Мистахқа жәрдем беремін деп не қылды? Бұрын қандай жәрдем берген болса не қылды? Солай жәрдемін жалғастырды. Бұл жерде шығатын нәрсе не, құрметті ағайын? Біздің арамыздағы ынтымақтықты, ауызбіршілікті, бауырмашылықты, тыныштықты, бірлікті нығайтатын нәрселер, құрметті ағайын, осы екен де, кешірімді болу екен де. Қолдан келсе кешірейік. Пайғамбарымыз кешірімді болды. Оған пайғамбардың өмір тарихы жеткілікті. Сахабалардың, қазақ халқында өмір тарихы оған жеткілікті, құрметті ағайын. Және де бір-бірімізге деген жанашырлық, бауырмашылық бұл шынайы болу керек. Сонда Алла субханаху ва тағала не қылып қояды? Бізге береке, бақыт беріп қояды.